сөзімді менің мақтан дер. Жаттамай-ақ сөйлейін, сөзімді менің жаттан дер. Мен қазақтың баласы, әлемнің алып даласы, бабалар жүрген ақтан кер. Монғолия білсең біздікі, қазақ малын баққан жер. Астраханда біздікі, жалаңтөс баһадүрлермен Төле би орын тапқан жер. Россия ренжімесін, Москвада біздікі, момыштың ұлы Бауыржан немістің басын шапқан жер. Немістер ренжімесін, Германияда біздікі, 9 май күні Рахымжан Қошқарбаевтар Рейхстагқа туды тапқан жер. Парижде білсең біздікі, Париж біздікі, әміре әнші ән салып, жұлдыздай болып аққан жер. Францияда біздікі, қажымұқан бабан күресіп, маңдайынан аққан тер. Египетте біздікі, түгел Мысырды билеген бейбарыс бабам жатқан жер. Аспанда ғарыш біздікі, Талғат пен Тоқтар қосылың, алауын барып жаққан жер, жалауын барып қаққан жер. Осы Байқоңыр да біздікі, Жеткербай дейтін ағамыз тойын тойлап жатқан жер. Сөйлей берейін, бері қарай келейін. Швейцарияда біздікі, Храпунов күйеу баламыз ақшаларын басқан жер. Австрияда біздікі, Рахат Алиев қашқан жер. Бәрі қазақтікі, мекені бұл аптал бер. Қолың қалай босасын, көңілдер қалай босасын. Бабаларыма рахмет, қазақ елі жасасын. Құлақты түрсең ағайын, айтатын сөзім тағы бар. Мен қазақпын, танымал, арғын атығай деп бөлінбей, бәрімізде бағы бар. Кризис келді деп жатыр, бәлкім бұл сөздің жаны бар. Қазаққа какой кризис? Қорасында малы бар, дастарханында наны бар. Нұрын төгетін Алласы, Нұрсұлтандай ханы бар. Ендігі менің тілегім, тек тойдан ғана шаршайып, қалғаның бізде бәрі бар. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, ақтағанды қиындықпен азабы. Жаса Қазақстан, жаса менің елім, ақтағандай ашық болсын ажары. Сондай. Жай просто духтарыңды көтерейін деп айтқаным. Әйтпесе кім бізге жерін береді деп отырсыздар ағайын. Бойдақсың ба? Бойдақпын, нанбасаң әйелімнен сұрап алыңыздар. Рахмет, міне, қазақ.